Бүгін қарастыратын тақырыбымыз жалпы халықаралық бағдарлама PISA бағдарламасына қатысты. Яғни не себепті біз PISA бағдарламасын қарастырамыз? Себебі бұл білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған тапсырмаларымен жұмыс істейтін бірден бір бағдарлама. Енді бұл бағдарлама жалпы бұл бағдарлама арқылы біз нені білім беру процесіне интеграциялаймыз. Яғни оқу процесіндегі практикалық мазмұнды міндеттерді, әртүрлі форматтағы тест тапсырмалары немесе басқа да жағдаятты тапсырмаларды және стандартты емес жағдайларда білімді пайдалану үшін қызықты міндеттерді енгізуді жасай аламыз. Енді жалпы PISA бағдарламасының мақсаты бар. Ол оқу мен оқытудағы 21 ғасыр дағдыларын талқылау, сосын PISA 22-ші халықаралық тесттің ерекшелігін қарастыру. Яғни бізде соңғы PISA 22-ші жылы өткізілді, иә. Енді жалпы PISA халықаралық бағдарлама деген сөздің өзіне тоқталып өтейік. Бұл жерде PISA сөзінің өзі ағылшын тілінің аббревиатурасын білдіреді. Яғни ағылшын тілінде Program for International Student Assessment деп айтылады. Яғни бұл халықаралық бағдарлама жалпы білім беру саласының мониторингін зерттеу болып табылады екен. Енді осы PISA тапсырмаларына, жалпы PISA бағдарламаларына неше жастағы оқушылар, білім алушылар қатысады деген айтатын болсақ, 15 жастағы білім алушылар қатысады. Олардың бұл жерде оқу жетістігінің деңгейі бағаланады дейді. Яғни оқу жетістігінің деңгейі дегеніміз сол алған білімді өмірде қаншалықты қолдана алатынын бағалауға болады екен. Ал енді не себепті 15 жастағы оқушылар қатысады деген сұраққа жауап берейін. Себебі дүние жүзі бойынша 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін, яғни 15 жастағы білім алушыларда негізгі мектептің пәндері бойынша негізгі теориялық білімнің бәрі қалыптасып қояды екен. Сондықтан сол теориялық білімдерін өмірде қолдана алу қабілеті бағаланады екен. Яғни бұл PISA халықаралық бағдарламасын экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы ұйымдастырған. Яғни бұл бағдарлама 2000 жылдан бастап болып келе жатыр. Қазақстан бұл бағдарламаға 2009 жылы қатысты. Яғни 3 жылдық циклмен қайталанып тұрады екен. Енді жалпы бағдарламаның жалпы айтатын болсақ, бұл PISA бағдарламасы функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға байланысты қарастырылады дедік. Ал енді функционалдық сауаттылық дегеннің өзіне тоқталып өтетін болсақ, бұл адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және олардың осы ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші екен. Мысалы, қарапайым мысал келтірейікші, банкоматтың өзін алайық. Яғни банкоматтан барып ақша алу үшін біз функционалды сауатты болуымыз керек. Яғни банкомат қалай қолданамыз, қалай ақшаны шешіп аламыз деген сияқты. Яғни банкке барып қандай да бір бланкі толтыратын болсаңыз, ол жердегі бланкіде сұраған сұрақтарына нақты жауап беру үшін де сіз функционалды сауатты боласыз. Яғни функционалдық сауаттылықты жай қарапайым тілмен игеру деп айтуға болады. Оның жағы формуласын құрастырып қойған мына жерде. Игеру деген ол неден тұрады? Меңгеру мен білімді тәжірибеде қолданудан тұрады екен. Яғни біз нені игереміз, нені меңгереміз? Дербестікті, танымдықты, адам арасында өмір сүре білуді, негізгі құзыреттіліктерді игерген дұрыс деп айтылады. Енді PISA бағдарламасының мынандай негізгі бағыттары, кезеңдері бар. Ол негізгі кезеңі 2000 жылдан 22 жылға дейін қарайтын болсақ, 2000 жылы бізде боялып тұр мына оқу сауаттылығы басымдылық көрсеткен, 2003 жылы математикалық сауаттылық басым көрсеткен, 2006 жылы жаратылыстану
бағыты басымдылық көрсеткен. 2009-да қайтадан оқу сауаттылығы. Сонда 3 жыл сайын осы оқу сауаттылықтарының басымдылығы айналып келіп отырады. Яғни негізгі осы 3 бағыты бар: оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану сауаттылығы. Енді ол сауаттылықтар басым болған кезде сұрақтар қандай болады? Мысалы, жалпы пиза бағдарламасында 100 тест болатын болса, сол 100 тесттің 60 тесі осы басымдылық көрсететін сауаттылыққа тиесілі болады. Мысалы, бізде 22-ші жылы математикалық сауаттылық басымдылық көрсетсе, сонда 60 сұрақ математикалық сауаттылықтан, қалған 40 сұрақтың 20-сы оқу сауаттылықтан, 20-сы жаратылыстану бағытындағы сұрақтардан келеді. Яғни, жалпы пиза жобасының даму стратегиясына тоқталатын болсақ, жаңа айтып өткен 3 негізгі сауаттылық басымдылық көрсетіп ауысып отырады дедік. Ол жаратылыстану сауаттылығы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы. Ал енді 2015 жылдан бастап мәселені бірлесіп шешу деген проблемалық тапсырмалар қосыла бастады. Ал 2018-де жалпы жаһандық құзыреттілік қосылды. Ал одан бөлек қаржы сауаттылығы да қазір қарастырылып келеді. Енді пиза негізінде әзірленген мектептерге арналған тесттер болады және онымен қоса сауалнамалар. Сауалнамаларды кімдер тапсырады? Ата-ана мен оқушылар, яғни білім алушылар тапсырады. Бұл пиза жобасының даму стратегиясы. Енді жаңа мен айтып кеттім, мына жерде жаһандық құзыреттілік 2018 жылдан бастап қосылды деп. Енді сол жаһандық құзыреттілік деген сөздің мағынасы нені білдіреді екен? Жалпы жаһандық құзыреттілік білімді, дағдыны, көзқарасты, құндылықты қалыптастыру болып табылады. Яғни жаһандық құзыреттілік деп адамның ашық, парасатты, жан-жақты және толерантты болуын айтады екенбіз. Ал енді соның ішінде білім бойынша нені қарастырады? Ғаламдық және мәдениет аралық проблемаларды зерттей алу білімі қарастырылады екен. Ал дағды бойынша әртүрлі көзқарастарды қабылдай білу дағдысы қарастырылады. Ал көзқарас тұсынан әртүрлі мәдениет өкілдерімен ашық, тиісінше әрі өзара пайдалы әрекеттесу болып табылады екен. Ал құндылық бұл ұжымдық әл-ауқат пен орнықты даму үшін әрекет ету мүмкіндігі болып есептелінеді екен. Міне сонда жаһандық құзыреттілік дегеніміз білімді, дағдыны, көзқарасты, құндылықтарды меңгере алған ашық, парасатты, толерантты адам болу деп айтуға болады екен. Енді жалпы жасанды құзыреттіліктің жаңа айтқан өлшем бірліктеріне қарайтын болсақ, дағдыда не өлшенеді? Яғни жаңа айттық қой біз дағды, білім, көзқарас деп. Дағды бұл аналитикалық және сыни ойлау дағдысы, адамдармен өзара араласу дағдысы, қызығушылықтар мен пікірлерін сыйлау, икемділік. Ал және білім мен түсінік бұл жаһандық мәселелерді білу және түсіну, мәдениет аралық байланыстарды білу және түсіну болады екен. Ал қатынаста өзге мәдениеттің адамдарына қарым-қатынас ашықтығын, жаһандық ойлауды, жауапкершілікті жатқызуға болады екен. Енді соның ішінде біздің биологияға қатысты бұл жаратылыстану ғылыми сауаттылық бағыты. Енді оқу сауаттылығы оның қазақ тілі, орыс тілі, гуманитарлық бағыттар дамытатын болса, математикалық сауаттылықты математикалық бағытта дамытатын болса, ал жаратылыстану ғылыми сауаттылық бұл биология, география, химия, физикадан алған білімдері. Яғни бұл жаратылыстану ғылыми циклдер пәндері бойынша меңгерген білімдерін өмірде қолдана алу өлшенеді, бағаланады. Және мәселелерді анықтап, оларға тиісінше шешім қабылдау үшін қорытынды, тұжырымды жасай білу қабілетінің деңгейі де өлшенеді екен. Енді жаратылыстану ғылыми сауаттылығы деңгейі өлшенетін пиза тапсырманың мынандай 4 блогы бар. Ол блоктары қандай блоктар? Бірінші мән-мәтін, яғни тапсырманың берілуі, мән-мәтін деген, контекст деп айтамыз орысша. Екінші құзыреттіліктер, яғни жауап беру қабілеті. Ал төртінші білім, яғни тапсырмаларды орындау үшін бізге міндетті түрде барлық пәндер бойынша алған біліміміз қажет. Ол негізгі теориялық білімдер. Ал енді ғылымға деген көзқарас,
бұл сұрақтарды ғылыми тұрғыдан зерттеу құндылығымен түсіну және қызығушылығымен сипатталады екен. Енді тапсырманың мәтініне тоқталып өтейік, иә. Ол жаратылыстану бағытында қандай және мәтін неден тұрады? Мәтін бұл тапсырмада келтірілген проблемалық жағдайға қатысты негізгі тақырып дейді. Енді пизада мынандай жағдайлар мынандай салаға жіктеледі екен. Бізде жаратылыстану ғылыми бағытында бірінші денсаулық, табиғи ресурстар, қоршаған орта, қауіптер мен тәуекелдер, ғылым мен технологияның байланысы. Енді осы ұсынылған жағдайдың осының ішінде қарастырғанда, ол жағдайлар үш деңгейде қарастырылады екен. Ол қандай деңгей? Жеке деңгей, жергілікті немесе ұлттық деңгей, немесе жаһандық деңгей дейміз. Енді бұл жерде жеке деңгей ол оқушының өзіне, отбасына, достарына байланысты тақырыптардың деңгейінде қаралады. Ал енді жергілікті ұлттық деп немесе аймақтық деп айта аламыз. Бұл жергілікті мәселеге байланысты. Мысалы, Шымкент қаласының жеке экологиялық мәселесі қандай деген сияқты. Ал енді жаһандық бұл әлемнің әрбір түкпірінде болып жатқан құбылыстарды қарастырады. Мысалы, біз білеміз биологияда қарастырғанбыз, географияда озон қабатының тесілуі деген, қышқыл жаңбырдың жауы деген айтатын болсақ, бұл тек қана біздің Шымкенттің проблемасы емес, бұл жаһандық проблема, яғни ғаламшар бойынша проблема. Сондықтан осы пизада қаралатын тапсырмалардың мәтіні осындай үш деңгей бойынша бөлінеді екен. Яғни оған біз қазір мысалы қарастырып өтейік. Мысалы, бізде биологияда 7-9 сыныптарға арналған биология пәні бойынша оқу бағдарламасының мазмұнында қоршаған орта саласына қатысты. Яғни қоршаған орта ол біздің бөлім, 3-ші бөлім, ағза мен қоршаған ортаға қатысты оқу мақсаттарының жүйесіне қарай мәтіні мынандай көрсетілгенде 3 деңгейде болады. Мысалы, 7-ші сыныпта 7-ші сынып 3-ші бөлім 2-ші бөлімше 1-ші оқу мақсатында адам және экожүйе арасындағы өзара әсерді сипаттау деген бар. Бұл жерде қарасаңыз, адам және экожүйе арасында жеке адамның өзіне байланысты қарастырып тұр. Сонда бұл мәтін деңгейі бізде қандай болады? Жеке сипатта болады. Яғни адамның жеке өзіне қатысты айтып тұр бұл жерде. Ал енді 8-ші сыныпта осы тақырып күрделене түсті. 8-ші сынып 3-ші бөлім, 3-ші бөлімнің 2-ші бөлімшесі 3-ші оқу мақсатында Қазақстан аумағындағы экологиялық проблемаларын туындау себептері мен оларды шешу жолдарын түсіндіру дейді. Енді қарап тұрсаңыз, бұл мәтіннің қай деңгейіне жатады? Жергілікті және ұлттық деңгейіне жатады екен. Яғни жергілікті және ұлттық деңгейге жату себебі бұл жерде тек қана Қазақстан аумағындағы экологиялық проблемалар туралы айтылып тұр. Яғни 2-ші деңгейді құрастырады. Ал енді 3-ші 9-ші сыныпты қарастыратын болсақ, міне 7-ші сыныптағы, 8-ші сыныптағы тақырып күрделене түсті. Спиральді қағидат бойынша қарапайымнан күрделіге өтіп жатыр. 9-ші сыныпта 3-ші бөлім, 2-ші бөлімше 4-ші оқу мақсатында озон қабатының бұзылуының себептері мен салдарын түсіндіру деген тақырып бар. Бұл биологияның тақырыптары. Яғни бұл озон қабатының бұзылу себебі бұл жеке проблема емес, жергілікті Қазақстанның проблемасы емес, бұл жаһандық проблема. Сондықтан бұл мәтіннің 3-ші деңгейіне жатады. Міне сонда біздегі қарастырып тұрған тақырыптар осы пизаның мәтінінің деңгейіне негізделіп, мынандай оқу мақсатына сәйкес құрылымдалған. Міне мен жаңа айтып тұрған
жеке тұлғалық деңгейде мынау бірінші оқу мақсаты 7-ші сыныптың, жергілікті ұлттық деңгейде 8-ші сыныптағы Қазақстан аумағында экологиялық проблемалар, ал жаһандық деңгейде осы мәтіннің озон қабатының бұзылуына байланысты берілген оқу мақсаты. Енді мәтіндегі білімді қарастырайық. Мәтіндегі білім ол мазмұнды және процедуралық білім болып екіге бөлінеді екен. Мазмұнды білім бұл пәндік салаға байланысты. Оның өзі мынандай салалардан тұрады екен: физикалық жүйеден, тірі ағзалар жүйесінен, жер және ғарыш жүйелерінен, технологиялық жүйеден және процедуралық білімнен тұрады. Бұл процедуралық білім сол пәндік саладағы теориялық білімді әртүрлі әдістермен, стандарттармен рәсімдей білуді қарастырады. Мәтіннің білімі осы екі білімнен тұрады екен. Енді пизадағы бөлімдерімізді біз қазіргі мынау биологияның оқу бағдарламасындағы бөлімдермен сәйкестендіріп, мынау кестеде сіздерде көрініп тұр. Бұл жерде міне пизаның бағаналатын бөлімдері деп тұр, және оқу бағдарламасының бөлімдері. Пизада тірі ағзалар жүйесінде жасуша, оның құрылымы, қызметтері, ДНК, өсімдік, жануар жасушалар қарастыратын бөлім бар. Ол біздің биологиядағы оқу бағдарламасының бөлімдері: жасушалық биология, жасуша циклы, молекулалық биология және биохимия деген бөлімшелер қатысты. Яғни бұл бізде биологиядағы 4-ші бөліміміз бар еді ғой. 4-ші бөлім кіріктірілген қолданбалы ғылымдар деген сол бөліммен сәйкес келіп тұр. Енді пизаның 2-ші бөлімі бұл адамға байланысты. Адамның денсаулығына, тамақтануына, ауруларына, ас қорыту, тыныс алу, қан айналу, көбею, осының бәріне байланысты. Бұл бізде биологиядағы координация және реттелу, қозғалыс, тыныс алу, зат алмасу деген бөлімшелер 1-ші бөлімнің бөлімшелері. Яғни тірі ағза, олардың түрлері, құрылысы, қызметі деген бөлім бар еді. Ал одан кейінгі көбею, қоректену, өсу, даму, мына қоректену 1-ші бөлімге кетеді. Көбею мен өсу, даму бөлімшесі бұл бізде 2-ші бөлімге қатысты қарастырылады. Енді пизадағы 3-ші бөлім популяция. Бұл жерде популяция дегенде өкілдер, эволюциялық, биологиялық, алуан түрлі генетикалық вариациялар туралы тапсырмалар кездеседі. Ол оқу бағдарламасында селекция негіздері, эволюциялық даму, тұқым қуалаушылық, өзгергіштік заңдылықтар, биосфера, экожүйе деген тақырыппен қатысты. Ал енді бізде 4-ші экожүйе деген бар. Ол қоректік тізбек, заттар, энергия ағымдарын қарастырады. Бізде соған сәйкесінше биосфера, экожүйе, популяция, адамның іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсері деген 2 бөлімше, ағза және қоршаған орта деген 3-ші бөлімнің бөлімшелері. Ал тірі ағзалардың алуан түрлігі бұл 1-ші бөлім. Міне, осы жердегі тақырыптың бәрі пизадағы экожүйеде қарастырылады екен. Енді биосфераны қарайтын болсақ, биосфера экожүйелерді сақтау, тұрақты даму дейді. Бұл да сол 3-ші ағза және қоршаған орта мен 1-ші бөлімнің тақырыптары қарастырылады. Яғни биологияда қарап тұрсаңыздар, 4 бөлімнің бүкіл тақырыбы пиза бөлімдеріне қарастырылады екен. Енді пизадағы тапсырмаларға тоқталып өтейін. Бұл жерде деректерді ұсынудың бір формасынан екінші формасына түрлендіру деген бар. Деректерді ұсынудың бір формасынан екінші формасына түрлендіру дегенді біз қалай айтсақ болады? Бұл тапсырмаларды түрлендіру. Яғни тапсырмаларда оқушыларға ғылыми ақпаратты беруді бір формасынан екіншісіне, мысалы сөздік ақпаратты сызбалы суретке, кесте формасын график немесе диаграммаға түрлендіру ұсынылуы мүмкін. Енді бұл жерде тапсырмаларда оқушыларға мынандай ғылыми ақпаратты берудің бір формасынан екінші формасы. Мысалы, мәтін беріліп тұрса, сіз айтасыз, мына мәтіннен кесте шығар.
мәтіннен график құрастыр, мәтіннен диаграмма құрастыр деп тапсырма ұсынатын болсаңыз, бұл дерек мәтін түрінде беріліп тұрса, сіз соны кесте түрінде немесе график, диаграмма түріндегі дерекке алмастыруын ұсынасыз. Бұл тапсырманы түрлендіру деп айтылады. Осы тапсырманы түрлендіруге байланысты мысалы келтіріп кетейін. Бұл тапсырма оқу мақсаты 9 сыныпта 9 сынып 1 бөлім 5 бөлімше 2 оқу мақсатында зәрдің түзілу және сүзілу үдерістерін сипаттау, яғни зәр шығару жүйесіне байланысты. Бізде кітапта мынандай кесте беріліп тұр, иә. Кестеде бүйрек шумағы мен бүйрек капсуласының сұйықтықтарындағы кейбір қосылыстар дейді. Кейбір қосылыс деген бұл глюкоза мен несеп нәр. Олардың концентрациясы көрсетілген. Мысалы, глюкоза шумаққа кіретін қан плазмасында 0,1 концентрациясы граммға тең болатын болса, несеп нәрді 0,3. Ал бүйрек капсуласының сүзіндісінде глюкоза 0,8, ал несеп нәрді 0,8 граммды келтіреді екен. Енді оқушыларға осындай кестені бересізді, кестеге сілтеме жасай отырып, глюкоза мен несеп нәр концентрациясының өзгеруін гистограммасын құрастыр деп. Яғни бұлар жерде пәнаралық байланыс арқылы информатика пәнінде Excelмен жұмыс жасап, диаграмма құрастыруды олар үйренген. Яғни 9 сыныптың оқушысына бұл қиындық тудырмайды. Сондықтан кестені пайдалана отырып, ол гистограмма жасайды. Мысалы, мынадай, міне. Тапсырмада кестеде ақпаратты гистограмма түрлендіру дағдылары бағаланады екен. Тексерілген дағдыларды талдап, түсіндіру сұрақтарын қосу арқылы кеңейтуге болады. Міне, яғни мына берілген кестеміз мынандай гистограммаға айналып кетті. Бұл жерде шумаққа кіретін қан плазмасы көк түс несеп нәрдің 0,1-ді білдіріп тұр, ал глюкоза сары қыш түспен 0,3-ті көрсетіп тұр. Ал бүйрек капсуласында керісінше глюкозаның саны көбірек та, несеп нәрдің көлемі граммы азырақ болып тұр. Мына осындай түрлендіру тапсырмаларын беруге болады екен. Енді ашық сұрақтары бар тест тапсырмасын құрастыруға қарастыратын болсақ, бұл жерде мынандай нұсқауларда ашық түрдегі тапсырмаларды құрастыру барысында бірқатар мәселелерді жоюға мүмкіндік береді. Алдымен жауап моделін, содан кейін сұрақтың өзін құрастыру керек. Ашық сұрақтары бар тест тапсырмаларының бірнеше жауабы болуы мүмкін дейді. Мысалы, бұл жауаптар сұрақтың әртүрлі түсіндіруімен байланысты болған жағдайда орын алады дейді. Тапсырманы келесі қырынан қарастырғанда бұл мәселенің алдын алуға болады. Алдымен қажетті жауапты, яғни жауап моделін, содан кейін сұрақты тұжырымдау керек дейді. Яғни біз тест құрастырып жатқанда, ашық тесттерді құрастырып жатқанда, бірінші құрастыру үшін біз сол сұрақтардың жауап моделін таңдап алып, сосын барып сұрақтарды тұжырымдауымыз керек екен. Енді жауаптың шектеуін белгілеу дейді. Егер тапсырмалардың жауаптарының айқын шектеулері болмаса, оқушылар көп жағдайда жауап қаншалықты ашық болуы мүмкін екенін білмейді дейді. Жауаптар модельде ұсынылатын жауаппен салыстырғанда ашық болуы мүмкін. Келесі тапсырма жауапта оқушы неше себепті ұсыну қажет екенін түсінудің қиындығын көрсетеді. Сондықтан жауаптың шектеу қою керек. Сұрақ бердіңіз ба? Осы жерде 2 дұрыс жауап бер деп, немесе 1 дұрыс жауап бер деп айтуыңыз керек. Ал егер жалпылама олай айтпайтын болсаңыз, оқушы шатасады да, уақыты да кетеді, жауапты да дұрыс бермейді екен. Енді үшінші нұсқасы, бұл әрбір тапсырма үшін ұпай санын көрсету керек. Мысалы, тапсырма ұсындыңыз ба, қасында сол тапсырманы орындаған үшін қанша ұпай немесе балл ала алады, соны көрсетіп қоймаса, оқушыға да қиынырақ. Оқушылар тапсырманың маңыздылығын үнемі түсіне бермейді, олар ұпай санына әсері
аз тапсырмаларға көп уақыт жұмсауы мүмкін. Мысалы, ұпай санын көрсетпесеңіз, кейін сізде ол 20 балл деп бағаланып тұрса, ал кейбір тапсырмаңыз 5 балл деп тұратын болса, оқушы сол 5 баллдық тапсырмаға көп уақытын жұмсайды да, 20 баллдық тапсырманы орындамай қалуы да мүмкін да, содан ұпай саны аз болуы мүмкін. Міне осыларды қарастыруымыз керек екен. Енді мысалы мына тапсырма. Жанар, сіз мені тыңдап отырсыз ба? Иә, Жанар, осы жерде екеуміз бірге талқылайық мына тапсырманы. Тапсырма беріліп тұр бізде. Ғалым агар таяқшасына өсетін бактериялар осы таяқшада зеңмен қатар өспейтінін байқаған дейді. Иә? Ол өзінің ескертпелерінде жазыпты. Зең бактерияларды өлтіретін зат түзеді деп жазған. Бұл пікірді келесі түрде қарастыруға болады. Мына жерде жауап нұсқалары тұр. Бақылау, болжам, түсіндіру, қорытынды. Сонда осы беріліп тұрған мәтін осы төртеуінің қайсысы деп ойлайсыз? Жана, қарап көріңіз. Мысалы, ғалым агар таяқшасында, мына Петри табақшасы ғой, сода бактерияларды өсіргенде ол зеңмен қатар өспейтінін байқады дейді. Сөйтіп өзінің ескертпесінде келтіріпті. Зең бактерияларды өлтіретін зат түзеді деп жазып кеткен екен. Бұл пікірді келесі түрде қарастыруға болады. Бұл бақылау ма, әлі болжам ба, әлі түсіндіру ме, әлде қорытынды ма? Бақылау шығар апай, бақылау или түсіндіру ма? Тағы ойланып көреміз. Бұл қорытынды жасап алмайды, иә, қорытынды емес, иә? Түсіндіріп тұрған Иә, бізге неге зең бактерияларды өлтіретінін түсіндіріп тұрған жоқ. Түсіндіру да емес, иә? Енді бақылау мен болжамның қайсысында ол ескертпеде жазған зең бактерияларды өлтіретін зат түзеді екен деп. Сонда ол не істеп тұр? болжап тұрған жоқ, тіке айтып тұр ғой, болжам жасап тұрған жоқ ғой. Бақылау болатын шығар. Түсіндірмесін қарайық. Түсіндірмесінде былай тұр. Ғылыми зерттеу оқу бағдарламасының негізгі фокустарының бірі дейді, осы мәселені пәндік талдау негізінен ғылыми зерттеулерде пайдаланатын бақылау, болжау және қорытынды терминдерінің мәнін ашады дейді. Бірақ біз мына қорытынды деп те айтуға болады дейді, бақылау деп те айтуға болады дейді, болжам деп те айтуға болады дейді. Бірақ соның ішінде болжамға көбірек келеді деп тұр. Болжам бұл әлемдегі құбылыстардың алдын ала түсіндіру екен. Бұл мәселеде мысалы зең бактерияны өлтіретін зат түзеді деп тұжырымы ғалымның болжамы болып табылады екен. Және оны ары қарай дәлелдеу қажет, ол жай бақылаудан артық дегенмен әлі қорытынды емес. Яғни бақылап қана қойған жоқ ол, иә? Бақылап болды, бақылап қарап отқан жоқ қой. Мынау бактерия зеңді өлтіріп тастапты деп бақылап қана қойған жоқ. Бақылаудан көбірек болжам жасап кетті. Ал бірақ әлі де қорытынды емес дейді. Өйткені оны ары қарап не істеу керек екен? Зерттеу керек екен. Иә? Түсінікті болды ма, Жанар? Иә, апай түсінікті. Міне. Яғни бізде пиза тапсырмалары осылай келеді, оқушылар шатасуы мүмкін. Сондықтан күнделікті сабақ барысында біздің анау пәнге қатысты тапсырмаларымызды осылай түрлендіріп беретін болсақ, біздің пизадағы оқушылардың көрсеткіші не болар еді? Жоғары болар еді, иә? Міне, зерттеудің бағалау жүйесінің күрделілік деңгейі пизада жалпы 6 деңгей бар. 6 деңгейдің әрқайсының өзінің сипаттамасы бар. Енді пиза 21-ші жылы болмай қалды, пандемияға байланысты жағы 82-88 ел қатысады деп тұжырымдаған, бірақ ол пандемияға қатысты 22-ші жылы болды. Енді осы 22-ші жылы креативтілік деген Гүлмира апай, ау, Свет апайдың сабағы екен ғой, қазір 2:40-та. Кіріңдер деп жазып жатыр да. жарайды Сіздің ол. сабағыңыз болып жатыр десе, менің сабағым ғой деп жатыр. Хорошо. Жарайды, мен записьті өшірейін да, онда